Бітті сөз. Тоқтат. Қымбатты қаламгер қауым, мен бір-ақ минутке сөз сұраған себебім, мен айтқыштар ауылынан емес, жазғыштар ауылынан едім. Менің бүкіл қаламгерлік тағдырым, менің бүкіл қаламгерлік еңбегім осы жазушылар одағының үйінен басталған. Жазушылар одағының үйінен шешім тапқан еді. Мен осы отырған екі азаматқа үлкен рахмет айтқым келеді. Біреуі мынау отырған Әлібек Асқаров, екіншісі Нұрлан Оразалин. Өйткені мен сіздердің алдарыңызға тарихтың исін, қазір айтқандай шаңырақтан шығады тарихи себеп, мен өзім арқылы тарихтың исін сездіруге ғана келдім. Ақыл айтуға, басқадай ұсыныс айтуға келген жоқпын. Өйткені мен осынша 30 жылдан артық еңбек етіп, тісім түскенше, терім мен қаным төгілгенге дейін әдебиетке тек қана жаңағы тұтқындағы ой тұрғысында ғана келген адам едім. Көпшілігіңіз мені танымауларыңызда заңды, көпшіліктеріңізді орталарыңыздан ығыстыруға оған жағдай бар. Өйткені мен сұғынып, осы мәселеге кірген жоқпын. Мен тек ой тұтқынында жүрген, жеке жүрген қайраткер, қалам қайраткері едім. Сол қаламгерлік қайраткерлігімді бағалаған, өте қиын су үстінде тұрған, шықпай тұрған еңбегімді мен осы Әлібек Асқаровтың көмегімен шығарған едім. Ол еңбек әдебиет өздеріңіз білесіздер. Бұл бір күннің жұмысы емес, бұл бір жеке кісінің мүддесі емес. Ол үлкен ел халық тағдырының мәселесі болғандықтан, оған өзін бағыштаған адам өзінің айқын мақсатын сезінеді. Мен өзім туралы айтып тұрмын. Сондықтан мен қазақ елінің көгінің айы мен күні емес, анау сайының кішкентай тасы болып, еліме қызмет етсем дегеннен басқа мүдде болған жоқ өзімде. Мен осы мақсатқа жеткізген адамды азамат деп есептедім, адам деп бағалаймын, өркениеттің өкілі деп білемін. Мен осы екі азаматқа үлкен рахметімді айтатыным, мен Нұрланның да, осы одақтың да қаншалықты мен сын деген өте ауыр жанр арқылы жанына тиетін сөздер айтқанда, сол Нұрланның өркениеттік үлгі көрсеткеніне, мәдениеттілік көрсеткеніне, қолынан келгенше маған қолдау көрсеткеніне, мен көпшіліктің алдында шын жүрегімнен рахмет айтамын. Нұрлан болар, болмас, әңгіме онда емес. Әңгіме адамдық мұрат, үлкен жаңағы идеалдар, халықтық мүдде тұрғысынан ойлай білетін азаматты мен өзімнің ең жақын адамым деп білемін. Ал енді екінші менің мынау сол сын жанры деген ауыр жанр, жолдастар. Сын жанры деген ол рецензия емес, басқа емес. Сын жанрының жүгі деген кешегі біздің ғажайып ұлы тұлғаларымызды, нар тұлғаларымыздың белін сындырып кеткен жанр. Біздің қоғамымызға үлкен шешілмейтін сауал тастап кеткен жанр. Мен сондай қиын ауыр жанрды мойныма әйел басымен іліп алып, тұралап қалсам, сүрініп қалсам, әлдегімнің қолына түсіп, мерт болып жатсам, ағайындар, сендер менің тағдырымды кішкене де болсын хабарларың болып жүрсін деп шығып айтып тұрмын. Екіншіден, мен тағдырым сол жаңағы Мағжан айтпақшы, мен адассам алаш үшін адастым дегендей, мен адассам әдебиет үшін адасып жүрмін. Мен таяқ жесем әдебиет үшін таяқ жеп жүрмін. Өзімнің жеке басымның ешбір мүддесін әдебиет арқылы шешкен жоқпын. Тек жаңағы сияқты тұлғалы азаматтардың алдынан ғана шешіп, әдебиетті сөзім ары қарай жалғауға мүмкіндік алған адаммын. Мен соған ризамын. Ал енді екінші менің тарихisi шығатын себебі, анау тұлғалы қазір бәріміз ту етіп жүрген, жалау етіп жүрген Міржақып не деп еді? Міржақып: мен біткен ойпаң жерге аласа қаш, жемеймін, демеймін, жемісін көп тамаша қаш. Жалғыз жалқа, жаңқам қалғанша мен сенікі, жарасам терегіңе жарас алаш деді ғой. Сол ұлы Міржақып. Мен сол жалғыз жаңқам қалғанша, жалғыз жаңағы барлық жеке мүддемнің барлығын соған тәрк етіп, соған тәуекел жасап, соған соңғы мүмкіндігім жеткенше қызмет етейін дегеннен басқа менде бөтен ниет жоқ. Бірақ ол жолдан мен өзімнің армансыз ойымды айтқызған трибунаға, ойымды жеткізген кітапқа айналдырған азаматтарды мен өте жоғары біздің еліміздің азаматы деп бағалаймын. Екінші менің айтайын дегенім, екінші тағдырымды айтам, айналайындар. Бір ғана емес. Мен сіздердің алдарыңызға сөйлеп жүрген адам емеспін ғой, сөзді мен сұрап жүрген адам емеспін. Мен тек мүмкіндік берсеңіздер менің ойымды жеткізуге, жай қатардағы қаламгер ретінде менің еңбек етуге,
сіздер сәл маған жағдай жасасаңыздар, маған одан үлкен нәрсе керек емес. Екінші, тарихтың менен есі шығып тұрғаны, мен қазір өте тағдырым қиын жағдайда тұр, өйткені мен шын мәнінде сол әдебиет үшін осы жеке қалған анау кімнің Ұлы Әуезовтың шығармалары ешқашан ескірмейді, актуалды ғой. Қайран, Асыл, Ғазиза не үшін Ақан болыспенен, не үшін Қалтайғұлдан аяғының астында, табанында қорлық көрді, намысы қорланды. Ол үшін қазақтың асыл қызының намысы қорланып, қазақ елінің намысы елестеді деп жазған Әуезовтің тағдырын қорғансыздық болғандықтан мен қазір күні кешіп отырған адам. Айналайындар. Бұл да мен екінші менің тарихтың иісі шығып тұрған, ешқандай сөзге бағынбайтын деп есептеймін. Осыменен мен осы менің екі тағдырымда бүгінгі мына біздің шаңырағымыз, тарихтың иісі шығып тұрған шаңырақта сезіндіріп кетейін деген ниетпен көтерілдім. Тыңдағандарыңызға рахмет.